Ел таңбам, елдігімнің арқауысың, әнұран жан тербеген ар намысым, байрағым тұғырынан түспеу керек, қазағым қыран болып самғау үшін, шыдаған ер бабамай мың тасқынға, дұшпанмен қайшыластың, арбастың да, жібермейді бостандықты жат қолына, батырлар тула бөлген ту астында, қашанда сол бір таным биік маған, сәбилер тыныш үйде ұйықтаған, бірлігі бекем болсын деп халықтың қағандар түркі жұртын жиып таман, есігін жаңа әлемнің ашқаныңда, сайрайды еркіндік деп тастарыңда, саңқ етіп айбарыңды сездіреді, қыран құс қалықтаған аспаныңда. Мемлекеттік рәміздер күні әрбір жылы 4 маусым күні аталып өтеді. 1992 жылы еліміз тәуелсіздікке ие болғандықтан біздің егемендігімізді айшықтайтын маңызды жандардың бірі ол еліміздің елтаңбасы, туы, әнұраны. Әрбір азамат мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге міндетті. Оны насихаттап, әрбір мемлекеттік рәміздің символикалық, семиотикалық мағыналарын, мәндерін түсіндіріп отыру зиялы қауымның міндетіне жатады. Мектептегі ұстаздар балаларға мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге үйретеді. Мемлекеттік рәміздер күнін атап өту еліміздің мемлекеттік мерекелерінің ішіндегі маңызды күндердің біріне жатқызамыз.